Ешкімге айтуға болмайтын 7 құпия. Қазақ тілдегі каналымды қолдап, тіркеле кетіңіздер. Айтылмауға тиісті бірінші құпия. Келешекке деген жоспар. Жоспар толыққанды орындалмайынша, ол туралы тіс жармау керек. Адамның кез келген ойы бастапқыда әлжуаз болып тұрады. Өне бойы шұрық тесік келеді. Кез келген жерінен кілтипат тауып, ізгі ойды ойсыратып алуға болады. Екінші құпия. Қайырымды істер туралы ешкімге айтпау. Қайырымды іс жер бетінде сирек кездесетін құбылыс. Сондықтан оны көздің қарашығындай сақтау керек. Өзіңізде жақсылық жасағаныңыз үшін асыра мақтанбаңыз. Мақтау адамды тәкаппарлыққа ұрындырады. Үшінші құпия. Тақуалығыңыз туралы көпшілікке айтпау. Тамақ, ұйқы, күлкі, төсек қатынасына қатысты шектеулеріңізді ешкімнің білмегені жөн. Тәннің шектеуі көңілдің тақуалдылығымен үйлессе ғана пайдалы. Төртінші құпия. Жасаған ерлік, батырлық туралы үндемеу. Әр адам күнделікті сан алуан оқиғаларды бастан кешіреді. Біреу біліктің күшімен жеңіп жатса, біреудің ақылы асады. Ішкі арпалысты ешкім байқай бермейді. Сондықтан ол үшін ешкім марапат бермейді. Бесінші құпия. Рухани жетілу туралы айтпау. Рухани байлық тексіздікі. Оны ешкімге айтып абырой жинай алмайсыз. Айналаңыздағы адамдардың шын мұқтаждығын көрсеңіз ғана шет жағасын айтыңыз. Алтыншы құпия. Үйдегі ұрыс керіс пен отбасылық өмір туралы үндемеу. Есіңізде болсын. Отбасыңыздағы ұрыс туралы неғұрлым аз айтсаңыз, оның ынтымағы берік бола түседі. Ұрыс араласу барысында жиналып қалған зиянды қуат. Түйткілді көп талқылаған сайын, оған өзіңіз көбірек сене бастайсыз. Әйелімен жыныстық қатынаста болған жағдайларды араларындағы сырды өзгеге айтпау, жаймау. Бұл да харам. Алла елшісі ақиқатында қиямет күні Алланың алдында аманат жасалған ең үлкен қиянаттың бірі ерлі зайыптылардың жыныстық қатынасқа түскеннен кейін араларындағы сырды басқа біреуге жаюлары дейді. Жетінші құпия. Баяғыда естіген жаман сөздер туралы айта бермеңіз. Көшеде жүріп аяқ киімді былғап алуға болады, ал кейде сананы да былғап алатындар болады. Жолда келе жатып естіген бар қаңсық сөздерді үйге келіп айтқан адамның былғаныш аяқ киіммен төрге озған адамның айырмашылығы жоқ. Осы 7 құпияны есіңізге сақтап, үнемі жасауға тырысыңыз.